Қостанай қаласы әкімдігі білім басқармасының Қостанай қаласы білім бөлімінің нөмірі 7-ші бөбек жайы. Сәлеметсіңдер ме? Байқау атауы Ханталапай. Дайындаған дәріс Аждарова Гүлсезім Қасқырбайқызы, Шуханова Нұргүл Сабиржановна, Турчев Владимир Вячеславович. Балалар, бүгін мен сендерді қазақтың ұлттық ойындарымен таныстырғым келіп отыр. Сендерге мынандай ұлттық ойындар шеңберін дайындап қойдым. Ойынның шарты мынандай. Біз асықтарды төртбұрыштылап тұрамыз. Қандай түс түссе, сондай дөңгелекті, сондай асықты ашамыз. Жарай ма? Кім бастағысы келеді? Жарайсың, қызыл түсті. Жарайсың, қандай ойын? Ойынның аты, балалар, қараймыз. Аударыспақ. Бірге айтайықшы, аударыспақ. Аударыспақ ойыны көне заманнан келе жатқан ойындардың бірі. Аударыспақ ойыны күш, жігерді дамытады. Қане, маған екі ер жігіт. Аударыспақ ойыны бұлай ойналады. Екі бала бір-біріне арқасымен тұрады, қолдарын айқастырады. Енді кім кімді аударып алады? Қане, кетсек, ойын басталды. Ойынмен таныстыруды жалғастырамыз. Алия, лақтыра қой. Сары түсті қайсына жасын. Ойынның аты орамал тастамақ. Шеңберге тұрайық. Қане. Ойынның шарты мынандай. Орамалды бір-бірімізге тастау керек. Жарай ма? Қағып алуға тырысамыз. Қане, мен алаңға лақтырамын. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарымен таныстық. Қандай ойындармен таныстық? Аударыспақ. Сосын орамал. Тастамақ. Жарайсыңдар. Ойындар сендерге ұнады ма? Далаға серуенге шыққанда бұл ойындармен ойнаймыз. Жарай ма? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.